Сәлеметсіздер ме, көрермендерім? Мен кішкентай ғана ауылда туып өскен қызбын. Балалық шағым алаңсыз өтті. Үйде анам ғана жұмыс жасайды. Әкем бірде кіріп, бірде шығып жүреді жұмыстан. Ішеді, сол үшін жұмыстан шығып кете береді. Әкемнің қолынан келмейтіні жоқ. Ағаштан сандық, есік, стол жасау келетін. Машинаның да жақсы жөндейді, механикада жақын, сварка бәрін жасайды. Адамдарға көмектеседі де жүреді. Ақ көңіл тек ішуін қоймайды. Адамдар пайдаланып алып, қолына арағын беріп қоя беретін. Анам ұрысып шаршайтын. Кішкентай кезімізде анамды бір рет құманмен ұрып талдырған. Анам үшін қатты қорқып жүретінмін. Ажыраспақшы болып кетіп қалатын, медбукте тығылып отыратынбыз. Анам сол медбукте жұмыс жасады, меңгерушісі де болды. Ауылда жалғыз өзі әйел босандыратын, өзі акушер, өзі педиатр болды. Кейін жастар келіп анамның қолын бірақ босады ғой. Анам кетем дегенімен әкемді аяп қайтып келетін. Әкем содан соң анамды ұрмады. Негізі анам жақсы төбелесетін, оқуда үйренгенмін дейтін. Әкем сөйлесе қорғай білетін өзім. Әкем қол көтерсе ұратын. Әкем қорқады, ұрмайды, боқтап әндетіп жата береді. Үйде балаларымен өзіміз қалатынбыз. Әкем ішіп алып әндетіп жата береді. Әкемнен зияны жоқ бізді, еркелетін қыздарым деп отыратын. Інімді жігіт қылып тәрбиелеймін деп, төбелес үйретемін деп соның діңкесін құртатын. Жылап сақтап жүретін. Ер жігіт болып өскесін әкем оған ештеңе істей алмайтын болды. Ұрып соғып, қатты емес бірақ бала болғасын жылайды. Өтті кеткен өмірі, жасым 13-14 жас арасында болу керек. Сол кезде бастап мен де бір оқиға өмірімді құрт өзгертті. Үйге сіңілім келетін, белі ауырып, бүк түсіп жатып қалатын. Неге екенін түсінбейтінмін. Анам жұмыстан қол тимейді, әкем ішіп ауыл аралап үйге келіп, есі білмей құлайтын. Сондай вақытта сіңілімді әкемнен туған інісі тиісіп жүрген екен. Оны маған жылап айтқан сіңілім. Момын үндемейтін қыз еді. Сырттан үйге келсе бүк түсіп жататын, бір емес бірнеше рет болыпты. Сөйтіп жүргенде ағам сіңілімді шақыртыпты. Бір інімді, папам інісінің баласы, сіңілім мен жасты. Ертіп алыпты да қой іздеп келеміз деп алған. Сіңілім бас жуып жатыр, бармаймын деді. Ағам ұрысып қайтадан шақыртыпты. Мен барамын деді. Сен неғып жүрсің, анау қайда деп қояды. Басын жуып жатыр, бармайды дедім. Жүр онда деді де мотоциклге мінгізіп алды. Мен алдында, інім артында отырды. Інімді түсіріп кетті, ана жақты қара деп. Мені алып кетті. Сөйтіп бір жерге алып келді. Жерге киімін жайып жат деді де мені жатырмын. Бірде бетімді жапты, қарама деп. Қатты қорқып кеттім. Бұтымды шешіп бірдеңе тигізе бастады. Қорқып тыпырлап жылайын деп жатырмын. Ол қорқып кетті ме білмеймін. Тұрғызып киіндірді. Мүшесін тек тигізіп үйкеледі. Ешкімге айтпа, айтсаң өлтірем деді. Жолдан інімді ала кетті. Іздеген қойы жоқ. Содан кейін қарғыс тілеп, өл деп жылап жүрдім. Қорқып үреймен жүрдім. Итак өзім қорқақ қыз едім. Мектепте досым жоқ, сабақ үлгерімім нашар. Ең кішкентай әлсіз болдым. Балалар мені көп мазақ қылатын. Тақта сүрткен тряпкамен сабайтын, сулап алып. Ешкім ойнамайтын. Артымда отыратын бала ақ кофтамды ручкамен сызып, сумкамды тебетін. Мұғалімдер де нөлсің, адам болмайсың дейтін. Жазуым нашар, қолымнан ештеңе келмейді. Егісізбін, бірдеңе істесем бүлдіретімін. Үй шаруасына жоқпын, бірақ маған әдемі деп бәрі қызығатын. Қалың шашым, ұзын кірпіктеріме.
Менен кейінгі сіңлім бар, келеді қолына, достары көп. Момын болса да, жалпы біздің үйдің балалары момын, ұлда, қызы да. Әкем жуас, соған тартқанбыз-ау деймін. Айтайын дегенім, туысқанда сенім жоқ, ешкімге сенбеу керек екен. Тұрмысқа шықсаң қызыммен ашық сөйлесем деп өзіме уәде бердім. Ешкіммен салыстырмаймын. Анам мені сіңліммен, сыныптастарымен салыстыратын. Еті тірі, олардың сен болсаң боссың, ертең қалай өмір сүреді екенсің деп. Туыстарымды да мені іздемейді, жақсы көреміз дейді, бірақ мені менсінбейді. Нағашы жеңешелерімде, апаларымда қолымнан дым келмейді деп келмеш қылатын. Өзімнен туыс қатар қызмен оқуға түстім, 9-шы бітіріп. Мамандығымыз бухгалтер, неге түсіргенмін білмеймін, есептеуі нолмен. Сол үйде әрең бітіріп шықтым, ұрыс керісіп сыймай, сол үйдің қыздарымен. Құда балдардың жаман ойынан қорқып жүретінмін. Агенттен жазып жаман нәрселер айтатын. Ауылға демалысқа пойызбен баратынмын. Пойызда да жаман ойлы жігіттер. Үлкен бір кісі аяғымды сипап өткенде қорқып ұйықтамай отыратынмын. Нағашы ағам проводник, соның жанында отырып алатынмын. Өте жақсы адам ағам. Жиен деп төбесінен көтеретін, үйіне барсын қуандып тәттілерін алып беріп жүретін. Жиендер келді деп жақсы адам. Алла ағам риза болсын, соның пойызына билет алыппын. Ал сіңлім екеумізге тиіскен ағам, әкемнің інісі, ауырып әзер жүр. Ап-арық болыпты. Бізге істегендердің жазасы шығар деп қоямыз сіңлім екеуміз. Ал құда балдар бәрі ажырасып, наркоман болып, бір-бірін ішіп, қаңғып, әйтеуір өмірлері өмір емес. Сіңлім де мен де тұрмыс құрдық, бақыттымын шүкір Аллаға. Бірақ мен адамдар неге жоқ жек көреді, менсінбейді, өзіме сұрақ қоятынмын. Келген жерімде де солай, бірақ жолдасыммен бақыттымын. Сіңлімен сұрадым, күйеуіңе айттың ба деп, себебі оны зорлады. Жоқ деді. Күйеу балаға түсіндіріп айтыпты, ол сені кінәң емессің. Сенің сол ағаңа бармаймын, араласпаймын депті. Күйеу бала жақсы, бірақ сіңлім бір балалы болғанда өзіне қол салып қайтыс болды. Себебін білмейміз. Тағдыр сіңлімді аямады. Кілттай кезінен ауырып жүретін, бірақ оны бәрі жақсы көреді. Достары көп, қолынан бәрі келеді. Ендігі өміріміз бір Аллаға аян. Ішімдегіні айтып жеңілдеп қалдым. Ағам әзер жүр. Айтпадық, сіңлім екеуміз аяп, кейде ұрысып алғанбыз. Бәрі тыныш өмір сүріп жатыр. Ескі жарын тырнамаймыз деп шештік. Құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.